Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздер үшін кезекті футбол жаңалықтарын дайындадық. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға жазылсаңыздар жеткілікті. Біз сіздер үшін видео шығаруды тоқтатпаймыз. Көп созбайық, біз бастаймыз. PSG шайықтарының FIFA-ның қаржылық фейрплей ережесіне түкіргені бар. Олар қыруар қаржыға Мбаппемен келісімге келгеніне қарамастан, тағы да бірнеше қымбат трансферді жүзеге асыруды көздеп отыр. 700 миллион шығынмен 600 миллионға жалақы қорының азаюы PSG үшін жай ғана сандар. Le Quip басылымның хабарлауынша, париждіктер Усман Дембеле мен Орелиан Чумаменимен келіссөздерді бастап кетті. Екі французда PSG сапында ойнауда армандап жүрген көрінеді. Дембеленің трансфері PSG президенті жеке өз қолына алған. Каталондықтар французбен келісімшартын ұзартпайды. Бұл туралы Барселона директоры Матео Алемени өзі хабарлады. Айтпақшы, Орелиан Чумамениге Мбаппемен келісімшарты орын алмаған соң Реал Мадрид қызығып отырған. Бірақ енді бұл французда Реалға бұйырмайтын секілді. Осыдан кейін Реал жанкүйерлері қандай сезімде болатыны белгілі. Антони Кантенің Тоттенхэмі АПЛ-де 4-ші орын алып, Чемпиондар лигасына жолдама жеңіп алды. Осындай жетістіктен кейін лондондықтардың президенті Даниэл Леви итальяндық жаттықтырушыға трансферге деп ақшаны үйіп төгіп берді. Бірінші орында шпорлар Арсеналмен бірге Габриэл Жезус үшін таласқа қосылды. Бразилиялық Эрлинг Холландтың келгеніне байланысты Ман-Ситиден кетуге мәжбүр. Ал қалалықтар Жезусты арзан бағаға сатуға дайын. Канте Жезусты Харри Кейннің шабуылдағы серіктесі қылғысы келеді. Бірақ жартылай қорғаныста Кулишевский өте жақсы өнер көрсетуде. Ал Кейн немесе Сонның орнына Жезусты қою мүлдем қарастырылмайды. Шпорлар бұнымен тоқтамай, айтрақ жартылай қорғаушысы Филипп Костичті де сатып алуды көздеп отыр. Филипп Костич сіздерге таныс емес шығар, бірақ бұл ойыншыға көптеген клубтар қызығушылық танытып отыр. Костич осы маусымда Европа лигасында өте керемет өнер көрсетті. Ойыншы өте жылдам және күтпеген жерден қарсыластың айып алаңынан табыла кетеді. Айнтрах өздерінің үздік ойыншысын жібергісі келмейді. Сол себепті Тоттенхэмге Костичті сатып алу үшін қыруар қаржы салуға тура келеді. PSG спорт директоры Леонардо жұмыстан қуылды. Қуылу себеп тағы да Мбаппе. Мбаппе PSG президентіне осындай талап қойған. PSG-ның жаңа спорт директоры Луиш Кампуш болады. Бұл жайдан жай емес. Кампуш бұрын Мбаппе Монакода жүргенде команданың спорт директоры болған. Сол кезде португалдық таспақаны таңғалдырған көрінеді. Мбаппенің қалауымен Почеттинода командадан кетеді. Оның орнына Зинедин Зидан келуі керек. Және париждіктер француздық Баманмен келіссөздерді бастады. Зиданмен келіссөздерді анау-мынау емес, жеке Катар әмірі Тами Бин Хамад жүргізіп жатыр. Қыста Зидан Францияның бас бапкері болғысы келгендіктен париждіктермен келіссөздер жүргізуден бас тартқан болатын. Бірақ қазір Катар әмірі өзі араласқаннан кейін бе тақырбас Геней PSG-ны баптауға қарсы емес көрінеді. Осылармен бірге Неймар PSG-дан кетеді дегенде ақпарат шықты. Катар әмірі Неймардың Парижден кеткенін қалайтын көрінеді. Бірақ бұны жүзеге асыру қиын. Себебі өздері бразилиялықпен келісімшартты 2026 жылға дейін ұзартты. Неймардың жалақысы аз емес. Барселонадан оны 222 миллион еуроға сатып алған. Сол себепті бразилиялық үшін көп ақша сұрау керек. Қазірше Неймарға көп ақша беріп сатып алғысы келетін команда жоқ. Олардың пайда болуы да екіталай. Мбаппемен жолы болмаған Реалға жаңа шабуылшы табу керек деп кешегі шығарылымда айтқан болатынбыз. Футбол Испания басылымының хабарлауынша, Реал Салахпен келіссөздер жүргізіп жатыр. Мысырлық әлі Ливерпульмен келісімшартын ұзартқан жоқ. Мбаппе Реалға келеді деген ақпарат шыққаннан кейін көп ойыншылар Реалға келемін деген армандарынан бас тартқан болатын. Олардың ішінде Салах та бар. Енді бәрі өзгерді. Салах Реалда Мбаппенің орнына ойнай алады. Салахқа Ливерпуль әртүрлі ұсыныстар жасап жатыр. Бірақ мысырлық қай клубтың ұсынысын күтіп отырғаны белгісіз. Реалға Салахты сатып алғысы келсе көп ақша төлеу керек. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Соңғы жаңалықтарды өткізіп алмау үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі жаңалықтар бойынша өз ойларыңыз болса комментке жазсаңыздар болады. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.